Талдықорғанда болашақта ғылым жолына түскісі келетін жастар өсіп келеді. Мәселен, Назарбаев зияткерлік мектебінде білім алып жатқан оқушы қыздар жақында Қазақстанның 100 үздік жобасы және Зерде республикалық байқауында топ жарды. Олар жасанды қан ойлап тауып, омарташылық өнімдер мен балдың емдік қасиетін ашып берген. Ал кәдімгі бананның қабығынан биопластик пен полиэтилен пакеттерін өндіруге болады екен. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Кәдімгі бананның қабығынан адамдар күнделікті тұрмыста жиі қолданатын тауар түрлерін жасауға болады екен. Жоғары сынып оқушысы Айдана Қолдаспаева мен Дана Мәжит банан құрамындағы крахмалды пайдалана отырып, биологиялық пластик өндіруге болатынын дәлелдеп берді. Олардың пікірінше, бұл экологиялық тұрғыдан өте таза материал. Болашақта пластмасса мен полиэтиленді алмастыра алады. Обычно пластик, он разлагается. Өзіміз күнделікті тұрмыста қолданып жүрген пластик бұйымдарды іріту үшін ең кемі 5 ғасыр қажет. Ал бананның қабығынан өндірілген өнімнен жасалатын заттар бір айда шіріп, жерге сіңіп кетеді. Менің ғылыми бағытым медицина саласына негізделген. Нақтырақ айтар болсам, трансплантацияға қажетті түтікшілер мен протездер жасағым келеді. Для того, чтобы получить искусственную кровь, для этого нам понадобится H2O, ордонит калия и сульфат железа. Тіпті бұл мектептің 4-ші сынып оқушыларының да мақсаты айқын. Ариана Слепых болашақта медицина ғылымының докторы болатынына бек сенімді. Ол жасанды қан ойлап тапқан. Ғылыми жаңалықты әзірге пайдалануға болмайды. Бірақ болашақта осы жасанды қанға деген сұраныс арта түседі. Мен ол үшін талмай ізденемін дейді жас ғалым. Менің қаным бірінші топқа жатады, ал ата-анамдікі мүлде басқа. Сосын ойлай бастадым, бұлар мені біреуден асырап алған шығар деп. Зерттей келе олай емес екеніне көз жеткіздім. Гетерозитопты генотипке жүгінсек, өмірде ондай жағдайлар бола береді. Менің қаным атамның қанымен бірдей екен. Ал бастауыш сынып оқушыларының тағы бірі балдың емдік қасиетін зерттеумен айналысып жүр. Ол 5 жасынан бастап ата-анасымен бірге омартаға барып, ара балы жайлы мол мағлұмат жинаған. Жетісу жерінде балдың 4 түрі өндіріледі. Олар небір ауруға емдейді Ранона. Сама я себя вот лечила, когда мне была перхоть. Басым қайызғақтанғанда балға тұз араластырып жудым, бірден көмектесті. Тап осындай әдіспен тісті де ағартуға болады. Менің бір сыныптасының балға аллергиясы болды. Мен оған боз қараған балдың жеп көруге кеңес бердім. Содан бері ол досым балдың тек сол түрін ғана тұнатын болды. Бұл оқушы қыздардың барлығы болашақта өз өмірін ғылыммен байланыстырғылары келеді. Өйткені әлемде зерттеуді қажет ететін дүниемен түрлі құбылыстар өте көп. Назарбаев зияткерлік мектебінің жас ізденушілері жақында Қазақстанның 100 үздік жобасы және Зерде республикалық байқауында топ жарды. Кім білсін, болашақта Нобель сыйлығын алуларда ғажап емес. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар, Алматы облысынан.